Тырна мен түлкі. Өткен заманда түлкі мен тырна достасып, бірге тұрмақ болыпты. Екеуі бір жерге қоныстаныпты. Ішіп жемегі ортақ, бірі жеміздеп саяхатқа кеткенде, біреуі балапандар мен күшіктердің жанында қалады. Күндердің күнінде тырнаның таз балапандарынан жүн шығып, жорғалайтын болады. Түлкінің күшіктері пұшпақ болып құлпырады. Аналары балаларын ауық-ауық жатақтың жанындағы жайдаққа серуенге алып шығып жүреді. Бір күні тырна саяхатқа кетіп, түлкі балаларды бағып үйде қалады. Бәрін серуенге алып шығады. Балапандар мен күшіктер апыр-топыр алысып ойнап жүреді. Оны көрген түлкіге ой түседі. Осы менің мұным не? Мына тырнаның тұқымдарының мекені аспан. Жайшылықта бұлар Құдайдан тілеп ала алмайтын тамақ қой. Бұл әрі бірден соң ұшады да кетеді. Санды соғып біз қаламыз. Достасатын бұлар менің екі туып бір қалғаным ба? Менің мына күшіктерім де құс ұстауға үйрену керек. Қой, кісі баласы кісіге бала болмайды. Одан да деп тырнаның бір балапанын тырпитып алып ұрып, күшіктеріне қалай ұстап, қалай өлтіріп, қалай жеуді көрсетеді. Сөйте-сөйте күшіктер анасының баулуымен бар балапандардың басын құртады. Өлтірген балапандарын аулаққа апарып тығып тастайды да қайтып жатаққа жайласады. Кешінде тырна қайтады. Түлкі тырнаның алдынан шығып жыламсырайды. Тырна: «Ей, не болды?» дейді. Түлкі: «Әу, білмеймін, балалардың саны аз көрінеді» дейді. Тырна апалақтай сасқалақтап: «Жоғы сенікі ме, менікі ме?» деп сұрайды. Тырнаны қыжырта кекетіп: «Әй байғұс-ай, ойыңның арамай, қанша бауырға тартсам да, бөлектеген сөзіңнің ұшқыны шығады да тұрады. Балапандарды сенікі, менікі деуші ме едік?» депті қу түлкі. Ырыс қашса, туыс қоймайды. Бұрын бір жалғыз басты туыс деген жігіт болыпты. Ойдан орады, қырдан қырады, артып-тартып үйіне 2-3 айда бір келіп, үйіп тастап тұрады. Бірақ та дүниесі артпайды, кемей береді, берекесі болмайды. Қасында жақын отырған бала шағалы бір әйел көршісі бар екен. Оның ешқандай табары жоқ, үй айналасынан алысқа бара алмайды. Бірақ тұрмысы күннен күнге гүлдене береді. «Туыс бұл қалай?» деп сұрап, ақылға барып сынатады, кеңес сұрайды. Ақыл: «Бақытқа бардың ба?» дейді. Туыс бармағанын айтады. Ақыл: «Ендеше сен соған бар. Ол тентек менің айтқанымды орындатпайды, бұзып жібереді» дейді. Туыс бақытты іздеп келе жатып, жолдағы бір қосқа кіреді. Кірсе, бір шал, бір кемпір, бір бойжеткен ақсақ қыз отыр. Туыс түстеніп кетерінде шал туысқа аманат тапсырады. «Бақыттан сұрай кел, қызымды қандай адамға берейін?» дейді. Туыс жүріп келе жатып, дария жағасында басы иіліп жерге тиіп тұрған бір бәйтеректің көлеңкесіне дем алады. Бәйтерек те аманатын тапсырады. «Басымды жаңа шыққан уақытымнан бері жер тартпай жібермейді. Бұған не амал қыламын?» дейді. Бақытқа жетіп келген жұмысын айтып болған соң, бақыт туысқа: «Ақылға бармадың ба?» дейді. Туыс: «Бармадым, бірақ ол әуелі сізге бар, әйтпесе ол менің ақылымды орындамайды, бұзып жібереді» дейді. Бақыт күліп «Рас» депті. Бақыт бәрін тыңдап болып туысқа: «Қайт, бара жатып бәйтеректің басын иіп тұрған бір тұлып алтын бар, соны сен қазып ал. Сонда бәйтерек басын көтереді. Алтынның жартысын шал мен кемпірге берде, солардың ақсақ қызын ал» дейді. Туыс айтқандарын орындайды. Туыстың өмір содан кейін өркендейді. Бас екеу болмай, мал екеу болмайды деген, және ырыс қашса,
туыс қоймайды деген мақал осыдан қалыпты. Ақыл, ғылым, бақыт. Бір күні ақыл, ғылым, бақыт үшеуі бір-бірінен артықшылығын салыстырып, таласып сарапқа түсіпті. Сарапшылар оларға былай депті: бірінші бақытқа: сен тұрақсыз, опассыз, орныңды таңдамай қонасың, қонғаныңды ісін тесің, тасын тасың, ақырында бір күні лақтырып тастап кетесің. Ақылмен тізе қос, сонда көп жасайсың депті. Екінші ғылымға: дүниеде сенен күшті нәрсе жоқ, қара тасты қайнатасың, дүние жүзін жайнатасың, сақауды сайратасың, жоқты бар, бардан жоқ жасайсың, бар ғаламды өзіңе бағындырғың келеді, бағындырғаныңды демде әлек қыласың, түзу де бұзу да сенен шығады. Ақылмен бірік, сонда абыроймен ұзақ жасайсың депті. Үшінші ақылға: дүниеде адамзатқа сенен артық дос жоқ, бірақ ашу үстіне кіріп келгенде орныңды беріп шығасың да кетесің. Ашу бүлдіріп кеткен соң кіресің де ашудың бүлдіргенін оңдайсың. Әуелден орныңнан тұрмай отырсаң, ашу сенің үстіңе кірмеген болар еді. Барыңдар, ақыл сен адам бол, ғылым сен ат бол, бақыт сен қамшы бол. Үшеуің біріксең, ешбір мұң-мұқтаждарың болмайды депті.